Ассалаумағалейкум, табиғат аға күтіп отырмыз. Приложение жіберу керек. Бәке, ассалаумағалейкум. Есеке? Естіп тұр ма? Ау. Иә. Сори. Так. Интернет нормальный? У меня, да, А меня нормально видно? Видно, слышно. квадратиктерін мутно. Алло, Қазір қалай? сейчас лучше. Лучше, хорошо. Я Wi-Fi выключу. Так. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Слышно, видно? Хорошо. Сөз өзіңде, Есеке? Ау. Сөз өзіңде. Басқа береміз ба сразу? Таке, сұрақтардың көбісі еркектерге қатысты. Еркек психологиясына, мужской психология. Осындай бір сұрақ, бірінші сұрақ, қазіргі уақытта неге еркектер, жалпы біз, әлсіреп қалған сияқтымыз, ұсақталып кетті. Ол тек Қазақстанда емес, жалпы дүниеде сондай бір тенденция бар секілді көрінеді. Ол бар, иә. Мен негізі саясат туралы айтқан ұната қоймаймын. Бірақ тарих туралы айтайын. Тарих? Иә, тарих туралы. Тарихи кейбір нәрселер болған. Просто біз аспаннан салбырап түскен жоқпыз ғой, бұндай еркек болғанымыз. Бұл планомерно жасалған нәрсе. Бұл белгілі бір күштердің жоспарымен жасалған нәрсе бұл. Бұл просто так болған нәрсе емес. Өйткені болып жатқан ба? Систематично болып жатыр ма? Иә, жүйелі түрде екі нәрсе бар. Біріншісі, жалпы дүние жүзінде ерлердің қабырғасын қайыстыру секілді бір нәрсе бар. Өйткені ағылшынша айтқан decision making дейді ғой, шешім қабылдау қабілеті. Бұл ерлерге берілген бірінші қабілет қой. Сол қабілетті халықтан алу керек. Жай қарапайым адамдардан алу керек. Оны белгілі бір дүние жүзін билеп тұрған күштердің қолында ғана болу керек деген сондай бір глобальный бір саясат бар. Ондай нәрсе бар. Политтехнологияда. И бұл тек қана Қазақстан емес, жалпы дүние жүзінде сондай нәрсе бар. Сол себепті Американда мысалы ток-шоуларын немесе Американда мысалы подкасттан тыңдасақ, ол жерде вообще қатты нәрсе ғой. Ол не то, что олардың американецтер мысалы өздерінің ерлерін не то, что езіп тастаған, вообще бұзып жіберген. Мысалы, трансгендер секілді нәрселерді қабылдаттырады, қабылдамасаң сені заң бойынша қудалайды деген секілді нәрселер бар да. Мысалы, мен трансгендерлермен араласқым келмейді деп просто өз ойыңды айтсаң да, уже бітті, сен уже андай несің, преступление секілді қабылданады да, мысалы. Хотя ол өз ойын айтты. Демократия дейтін болса, демократияның барлық жақта жан-жақты жұмыс істеу керек қой. Әр адам өз ойын айта алу керек та. Сондықтан, хотя мынандай нәрсе бар. Мен таяуда ғана бір соттың видеосын тыңдадым, трансгендерлардың несі туралы. Кімнің видеосы? Салдар туралы. Американский бір сот. Нені қарап
қарастырып отыр, трансгендерлар вообще жалпы адам психикасына қалай әсер етеді деген секілді. Сол кезде мынандай бір цитата болды. Ең үлкен зерттеу Швейцарияда болған екен, Швецияда болған бір зерттеу бар екен. Өзінің несін андай гендерін былайша айтқанда жынысын өзгерткен адамдардың психикалық жағдайы қалай болады екен сол операциядан кейін. Ең үлкен зерттеу сол Швецияда болған екен. 10 жылдық зерттеу бар екен, одан үлкен жоқ, 10 жылдық зерттеу. 10 жылдың ішінде өзінің жынысын өзгерткен барлық адамдар неме суицидпен бітірген екен. То есть жаңа жерде судья сұрайды, андай 100% ба дейді да, 100% адамдар өліп қалды ма деп жаңа сұрайды. Иә, 10 жылдың ішінде өледі. Біреулер 1 жылдан кейін өз-өзін өлтіреді, біреулер 2 жылдан кейін, біреулер 3 жылдан кейін. Әр кетсе 10 жылдың ішінде адам өз-өзін өлтіреді екен. Өзінің жынысын өзгерткен адамдар. Сондай бір тенденция бар. Бірақ ол туралы айтылмайды. Оған официальный бір жерде айтылмаған. Сот несінде жаңа қарастырып жатыр бір нені, трансгендерларға байланысты жаңа немен салдарын деген секілді зерттеген ғой енді өздері. То есть сондықтан психологиясы соған шыдамайды деген сөз жоқ, келмейді. Өйткені адам ойлайды, менің проблема жынысымда деп ойлайды, жынысын өзгертеді. Оказывается, проблема кетпейді. Қалай шешерін білмейді, не істерін білмейді. Содан кейін сосын жүреді да, жылдар өтеді, и ең соңында жаңа максимум 10 жылға шейін жетеді, содан кейін өледі дейді. Сондай несі бар. Сондықтан мысалы батыста осыны қабылдап тұру күші бар секілді нәрсе бар. Енді біз батысқа еліктедік қой, жан-жақта еліктедік, ананы көрдік, мынаны көрдік, психологияны көрдік деген секілді. Вот, и тіпті андай кейбір діни мәселелерге шейін де жаңа западтың көзқарасымен қарап кеттік деген секілді. Көп нәрсе жасалды енді. Бұл бір еліктеу несі. Вот, сол бір мәселе бар, бұл әлемдік мәселе. Ұсақталу бұл тек қана Қазақстанда емес. Екінші мәселе енді қазақтарға келетін болсақ, Қазақстанның несі ол біздің тарихи 20-30 жылдары болған жаңа ашаршылықтың салдарынан келе жатыр бұның барлығы. Өйткені ашаршылық кезінде қалай десем екен, адам жеу мәселесі көп болды да. Бұл туралы көп айтылуға болмайды. Адам жеу мәселесі, әсіресе нәрестелерді жеу деген секілді сондай аштықтан. Каннибализм? Иә, каннибализм секілді нәрсе болды. Секілді емес, каннибализм конкретно болды. Оның несі бар, тіркелген деректері де бар. Нәтижеде былай болды. Ең көп тамаққа шыдамайтын ер адамдар әйелге қарағанда. Сондықтан андай сахналар көп, андай ер адамның балаларды нету мәселесі. Оны қорғаймын деп аналары балаларын жібермей қойды деген секілді. Бұрын қазақ әйелдер қалай болды? Сен батыр бол деп жібереді да мысалы. И ол тірі келе ме, өлі келе ме соғыстан, Аллах әлемді ешкім білмейді. Сондықтан жібере алды. Тәуекел етіп жібере алды. Бірақ ол кезде ашаршылық кезінде қазақ әйелінің де несі қабырғасы қайысты. Ол айтты, жарайды, батыр болмақ қой, главное тірі қалшы деген мәселе болды. Сондықтан енді ерінен көп внимание ала алмады. Не істеді, өзінің ұлынан алатын болды, ұлын тірі қалдыру үшін. Ол психологиялық бір күйеу секілді болып шыға келді. Оның бала кезі ұрланды, кәмпе баланы. Нәтижесінде ол бала енді кейін үйленген уақытта не істейді? Үйленген уақытта өзінің анасынан аламаған жылуды өзінің әйелінен алады, өзіне келеді. Содан кейін сосын екінші әйел іздейді. Немесе жаңағы сыртқа біреуден көңіл іздейді. Неге? Өйткені бірінші әйелі оған ана секілді. Енді ол күшейді ғой, енді өзіне келді, өзінің жаңағы травмалар жапты. Одан кейін өзіне жаңағы екінші әйел іздейді деген сияқты. Оның әйелі не істейді енді? Оның әйелі біліп тұр, что күйеуі екінші әйелге кетіп бара жатқан. Ол сосын бар тура сол нәрсені өзінің енесі қалай күйеуіне қалай жасады, сол секілді өзі де алады, өзінің ұлына жасайды. Өзінің ұлы да сондай болады. Анасына психологиялық күйеу секілді болады. Қамқор болады, анасын құтқарады. Әкем я жаман, анау. Анасы мен ұлы қосылып әкесін жаман дейді. Одан кейін сосын ұлы да сөйтіп өседі. Ұлы өскеннен кейін сосын ұл да өзіне үйленген уақытта бірінші әйелін ана қылып алады да, екінші әйелді іздейді деген секілді. И бұл ұрпақтан ұрпаққа бүйтіп мынандай кетті. Біз 3-4 ұрпақта сөйтіп қайталанғаннан кейін бізге келді енді. Біз енді былайша сондаймыз енді. То есть сондаймыз дегенде имеется в виду андай осындай бір тарихи келе жатқан бір мирастың, бір мұраның дейін ба десем айтайын. Сондай бір несі бізге де келіп тірелді. И осындаймыз енді. Осымен реальностіміз осындай болмысымыз енді қазіргі жағдайымыз, социалдық, психологиялық жағдайымыз осындай болып тұр.
оны қазіргі біздің поколение соны осознать етсе, түсініп жатса, біз оны өзгерте аламыз ба? Или дальше солай кете бере ма? Негізі мынандай бір феномен болған екен Қожа Ахмет Яссауи кезінде. Қожа Ахмет Яссауи көп әйелдерге түсіндірген екен да өзінің ілімдерін басында. Бұдан сұрайды, сен не әйелдердің арттарынан қалмай қойдың, еркектерге түсіндірмейсің деп. Сосын жауабы былай екен, сол уақыттың еркектері бір жоба жасауға, бір ислам үшін, бір дін үшін, ел үшін бір іс жасайтындай жағдайда болмаған екен. Сондықтан бұл Қожа Ахмет Яссауи не істейді енді? Алады сол кездегі әйелдерді тәрбиелеген. Кейін ол әйелдер жаңағы бала болсын, тағы бір нәрсе деген сияқты. 15-20 жылдан кейін жаңағы жігіттер өседі. 15-20 жылдан кейін жаңағы Қожа Ахмет Яссауидің ілімін, мұрасын алған екен де. 20 жыл кешігіп келген екен ол мұра. Мен ойлаймын, Аллах әлем енді, әрине қалайсың ғой, ер адамдардың күшті болған. Бар ондай ер адамдар? Жоқ емес, но олар аз. Олар өте аз. Сондықтан үлкен жобалар жасау үшін шынымен де үлкен, действительно, мен де халықты алдыға итеретін ондай жобалар жасау үшін көп адам керек. Қазір заман андай ғой, жамағат заманы, командамен жұмыс істейтін заман. Сондықтан болса бір 15-20 жылдан кейін болатын шығар көп үлкен істер. Ол уақытта шейін сабыр етіп, қолдан келгенше алдымызға кім келеді, оған дұрыс нәрселерді түсіндіру, әйел болсын, еркек болсын деген сияқты. Сол ойлаймын, сол уақыттың 5 ғасыр бұрын болып кеткен Қожа Ахмет Яссауимен болған оқиғаның бізде қайталанып жатқан сияқты деп ойлаймын. Өйткені тыңдармандардың, көрермендердің көбісі 70% әйелдер енді. Ол жасыратын жоқ, ол ашық статистика. Сол. Тағы да осындай сұрақ. Қазір біз еркектердің көбіміз анадай, жаңағыда айтқанда ұйықтап жатқан сияқтымыз секілді. И өзімізді жаңағы анадай кейбір тәуелсіз нәрселермен ұйықтатамыз, зависимость. Как наркотик сияқты, бірақ наркотик те бар, оның кішкентай более легкий түрлері де бар. Например, біреу ең қатты, например, наркотик, арақ ставка болса, одан чуть-чуть жеңіл, бірақ тоже бір тәуелдік беретін, например, компьютерный или телефонда ойындар, соцсеттер, сериал қарау деген сияқты. Например, еркектер жұмыстан үйге келіп, телефонға, диванға жатып телефон қарайды, и былай айтқанда үйдің шаруасымен көп айналыспайды. Ну, сондай бір этот бар, статистика. Иә, ондай тенденция бар, ол бар. Ол бір жағынан как бір тәуелсіз зависимость сияқты көрінеді. И оның не себебі не? Қалай адам сондай бір ямаға кіріп кетті, и одан қалай шығуға болады? Ол негізі, ол зависимость емес негізі да. Зависимость ол андай да, мен мысалы бір жабысқақ бір нәрсе жабысып қалдым. Ол мен жібермейді деген секілді. Бірақ бұл жерде мәселе, бұл зависимость емес көбіне. Бұл просто шарасыздықтан, амалсыздықтан істелген мәселе. Өйткені адам психикасы, енді біз, конечно, сознательно андай өтірік айта аламыз, мысалы, өмірім күшті, анау деген секілді. Бірақ подсознательно ішкі дүниеде өтірік айта алмаймыз, ол бәрі шығады, бәрі сыртқа шығады оның бәрі. Шықпаса, мысалы, қылмыскерлер мысалы ұсталмайтын еді. Қылмыскер өтірік айтып тұр ғой, мысалы, ішіндегі нәрсе шықпаса, ұсталмайды да, бәрі ұсталады ғой. Сол секілді адам мысалы өзінің ұнатпайтын ісінде іс істесе, енді ұнатпайтын бір жұмысында жұмыс істесе, жаңағындай шұғылданғысы келмейтін нәрсемен айналысса, онда ол психикаға қатты стресс. Таңертеңнен бастап кешке шейін ұнатпайтын бір нәрсені істейді да ол. Өзінің орын. Иә, өз орында емес, ақша табу керек дейді да, бала шағаны асырау керек, анау деген секілді, сондай стресспен жүреді. Тем более, қандай ғой, қалай сен екен, мысалы, ер адамдарда әйелдерге қараған уақытта ер адам ішіндегісін айтпайды. Неге айтпайды? Өйткені әйел мен ердің информацияны бөлісуі екі түрлі. Әйел адам үйдің ішінде көп нәрсені, қайталайтын нәрселер көп жасайды, стресске кіреді ол. Одан кейін басқа адаммен жеңілдеу үшін сөйлеседі. Сондықтан әйелде сөйлесу ол жеңілдеу. Ол ақыл іздеу үшін емес, просто айтып жеңілдеу керек та. Ер адамда ол емес. Ер адамда оның несінде восприятие дейді, басқа уақытында әңгімеге келген уақытта ер адам жеңілдеу үшін сөйлеспейді. Ер адам көбіне андай бір мәселе шешілмей қалды ғой.
соның шешімін сұрау үшін барады. Бірақ бір шешім сұрау деген ол не деген сөз? Өзімнің шеше алмағанымды мойындау деген сөз. Сондықтан ер адамға біреумен барып сөйлесу ол намыстан өту деген сөз. Намысын жеңе алса барып сөйлеседі. Сондықтан ер адам айта алмайды проблемасы. Сол үшін ғой мысалы өз-өзіне қол жұмсау статистикасына қарағанда ерлер әйелдерге қарағанда әйелдер ерлерге қараған уақытта 5-6 есе көбірек попытка жасайды жаңағындай өз-өзіне қол жұмсау мәселесіне. Бірақ ерлер 5-6 есе азырақ жасаса да, бірақ өлу статистикасы өте жоғары. То есть ер адам өлім десе өледі, конкретно бар. 1-2 попыткада емес, сразу бірінші попыткада өлтіре салады өзін. Сондай мәселесі бар да. Өйткені ер адам айтпайды, ол жиналып келеді и конкретно бұйрық секілді өлтіру керек деген уақытта өзін өлтіре салады. Сондай проблема бар. Сондықтан ер адам ішіндегі жатқан нәрсесін сыртқа айтпайды ол. Тем более бала шағаны асырау керек, ата-ана қарап тұр, кредит бар, анау мынау деген стандартный еркектің халі қазіргі, иә, мысалы. Ол не істейді? Оны іште сақтап жүреді. Тем более ол мужик қой енді, еркек болғаннан кейін айтпау керек деген секілді, жылау керек деген секілді. Сөйтіп жүреді ол. Сосын екі нәрсені біреуін жасайды. Или жаңағындай қол жұмсайды, или же более или менее бір нәрсе қылып, өз өмірін ләззаттандыруға тырысады енді. Өйткені ол стресс қой, ол ұнатпайды. Жүрегі қаламайтын бір істе жұмыс істеп жүрді, бірақ ол істе ақшасы жақсы, мысалы, зарплатасы керек болып тұр. Қалаған нәрсесінде зарплата жоқ деген секілді. Біз не істейді, ол барады да, сөйтіп таңертең кешке шейін стресс табады, кешке қарай келіп, сосын бір демалыс келеді. Қашқысы келеді ол. Сондықтан қалаған нәрсесін істеу керек. Барады да, жаңағындай телефон кіріп кетеді, тағы бір нәрсе деген секілді нәрсе жасайды. Ол да бір жағынан андай лучше солай, чем өз-өзіне қол жұмсаған деп айтуға да болады да. Өйткені оны істемей қойса, барып қолды жұмсау мүмкін. И андай нәрсе бар, зерттеулер бар, мысалы өз-өзіне қол жұмсау нелерін, мағлұматтар жинайды екен, мысалы өз-өзіне қол жұмсаған танымал кісілердің нелерін, фотоларын, видеоларын қарайды да. Бір күн бұрын, 1-2 сағат бұрын, мысалы өз-өзіне қол жұмсар алдында 1-2 сағат бұрын фотоларын қарайды. Еш белгі жоқ өз-өзіне қол жұмсайды тұрған. Еш белгі жоқ екен. Вообще көрінбейді екен. Қол жұмсау сондай бір нәрсе. Ол алдын ала айта алмайсың, андай мына істейін жатыр, ұстағаннан деген секілді, ондай жоқ. Күтпеген жерде. Иә, кенеттен болады, ол просто заклинило дейді, баста бір нәрсе кетті, программа бітті, ол баста салады. Сондықтан ол күліп отырады, нормально отырады, шай ішіп отырады, сөйлесіп отырады, обычно адам бір сағаттан істей салады. Сөздер жаман оны. Сондықтан оны істей алмайды ешкім. Аңдап былай андай жүрегі сезіп бір нәрсе болып қалмаса, бірақ енді мынандай мәселе де бар. Енді әйел жағы да бар. Әйелдер неге мысалы сезе алмайды күйеулері суицид жасай жатқанын? Өйткені ол әйел күйеуінің ұнатпаған жұмысында жүргенін әйел сезбейді, білмейді. Білсе ғой екеуі сөйлесер еді, сезбейді. Бірақ күйеуінің диванда жатқанын, андай видеода көріп жатқанын, рилста, соткадан шықпайды, оны көреді. Сосын жейді, тиіседі. Не бүйтіп жатсың деп. Мен барлық әйелдер айтып жатқан жоқпын. Именно сондай андай сезбейтін әйелдер болады ғой. Енді ол әйел сезбегеннен кейін, тем более андай күйеуінің суицид жасай жатқанын қалай сезеді ондай әйел? Еш сезбейді. Барып өле тырысады, сөйтіп өз-өзін. Сондықтан мен бұл жерде айтып жатқан жоқпын, барлық еркектер ойбай бейшара екен, оларды сақтау керек, или барлық әйелдер жаман екен. Жоқ, мен бір жақты айтып жатқан жоқпын. Бірақ картина сондай. Жалпы сурет сондай, мәселе сондай. Сондықтан қазіргі таңда жалпы адамдарға, и оның ішінде ерлерге профориентация секілді нелер керек, курстар керек. Өз-өзін іздеу курстар керек. Бірақ ол курстар андай бұйрық болмау керек андай. Сен әлің күшін 30-ға келіп өзін таппағансың ба деген секілді ондай әңгіме емес. Андай жылы жұмсақ сөзбен сөйлеп, ішіндегісін алып шығып, ер адам да адам ғой, енді қанша темір емес қой. Сөйлесіп, ішіндегісін алып шығып, ол айтпайды. Тем более тұйық болады, айтпайды. Айтпаса да оқи алатын адамдар керек. Айтпаса да ер адамның ішін оқи алатын сондай специалисттер керек. Сөйтіп отырып біліп алады ішіндегісін. Мысалы, Америкада ол жақсы дамыған, ол жағы. Олар подростковый периодты бастайды, енді мектеп кезінен бастайды оны нәрсені. Өйткені оларда уже андай стресс мәселесі аспанға шейін шығып кеткен. Мектептегі балалар қару-жарақ алады да, мектеп алып тастайды. Уже настолько кетіп қалған ғой олар уже. Ол не просто өз-өзін суицид жасайды. Ладно, биздікілер хотя бы
хотя бы деймін астапырайтып айтқым келмейді енді. Біздікілер өз-өзіне қол жұмсайды. Ал Америкадағылар олай істемейді. Америкадағылар қолына қару-жарақ алады да 30 шақты адам өлтіреді, содан кейін өз-өзін жұмсайды. То есть мен өлсем барыңды өліңдер деген секілді сондай. Ол тым қатты кетіп қалған. Олардың мысалы мектептерінде андай металлоискатель секілді нәрселер тұрады да, аэропортта тұрған секілді. Особенно черныйлардың жаңағы қара райондарда, афроамериканецтердің райондарында. Вот сондықтан сондай бір проблема бар. И олар қалай істейді? Олар футбол, регби секілді нәрсе ойнап тастады. И сол ойынның барысында командада қай балада, қай ұл балада стресс бар екенін біліп алады. Плюс еще олар екінші нәрсені қосты, олар қыздар мен ұлдарды араластырып ойнап тастады. Қыздар мен ұлдарды араластырып ойнап тастады. Чтобы ана жесткость бар ондай, соны кішірейту үшін қыз бен ұл бірге ойнасын деген секілді сондай нәрсе. В общем, жан-жақты сөйтіп уже мектеп кезінде мына қай ұл баланың келешекте қылмыскер болып болмайтын, басқа адамдар өлтірмейтін бала кезінен уже тауып алуға тырысады. Олар сөйтуге тырысады. Бірақ енді проблема шешу үшін емес, алдын алу үшін жасауға тырысады. А так олар да стресс шегеді. Сондықтан ойлаймын енді ер адамдармен жұмыс істеуде сондай бір программалар керек, сондай бір жобалар керек. Олармен араласып жүріп, ішінде не бар екен біліп алатын. Біліп алғаннан кейін сосын барып андай көңілінен кіріп, жақсы сөзбен сөйлесіп, ашықтан ашық, әйеліне айта алмаған, басқа ата-анасына айта алмаған проблемаларын айтатындай сондай бір атмосфера құру. Айтады, сосын барып, андай жиналған адамдар барлығы отырып, шешім іздеп, бір-бір кекетіп күлу емес, сенде мынандай проблема бар екен ғой, әлі соны шеше алмадың ба демес, кәдімгідей бүйтіп отырып сөйлесіп, вообще андай бір орта, коллегиальный бір жамағатпен деген секілді сондай бір шешім іздеп, одан кейін айтып түсіндіріп. Даже былай да болады, мысалы, жартысының көбісі проблемасы даже былай да шешілуі мүмкін, просто айтқаннан шешіліп кетуі мүмкін. Өйткені ешкім айта алмай жүрді ғой ешкім. Хотя бы отырып айтып сөйтіп жеңілдеп қалуы мүмкін. Вот, сондай нәрсе керек бізге. Например, сондай бір еркекте, который анадай тірі өліктей жүреді ғой, как бы не живой, не мертвый. Ну, анадай сыртынан кәдімгідей көрінеді. И жақындары қалай көмек салады оған. Әйелі болсын, достары болсын. Енді бізде в основном анадай ғой, қатты басып тастаймыз ғой, ұрсып, намысқа тигізіп. И ол ондай эффективный емес сияқты, наоборот, одан сайын адам түнеп кететін сияқты. Ол рас, иә. Енді жақындар көмектесе алады деп мен өз басым қатты ойлай қоймаймын. Неге? Десем, өйткені проблеманың өзін жақындар шығарып тұр ғой, көбінде. Жақындар оған басады да оны. Егер мысалы мен 60 жасқа келген кісілерге келіп, сіз білесіз, 30 жастағы ұлыңызды езіп тастапсыздар, анау-мынау, одан тиіспеңіздер оған десем, мысалы, 30 жастағы адам мені тыңдай ма? Сен білсің, маған баланы тәрбиелеуге үйрететін деген секілді бар деп сөйтіп айтып тастайды да, мысалы. Сондықтан жақындар өйтіп айта ма, білмеймін енді. Ата-аналар ондай түсіне ме, түсінбей ме деген секілді, көмектесе ме, көмектеспей ме, онша көмектеседі деп ойлай алмаймын. Негізі жалпы кеңес одағына шыққан кісілерден бір нәрсе шығады деп вообще ойламаймын. Наоборот, ол кісілерге көмектесу керек. Ол кісілер, мысалы, 60-қа келіп, 70-ке келіп, 50-ден асқан кісілер, наоборот, өздері көмек сұрап тұрады. Кеңес үкіметінің сөздері бір жаман болды. Ол андай партия барлық нәрсені шешеді деп, адамдар кәдімгідей нетіп тастаған, қырқып тастаған. Кеңес одағына шығып, бүйтіп, енді бір жоба жасаған, білмеймін, ондай адамдар, может, 2-3 адам көрген шығармын. То аздау да. А так, енді көп адамды айта алмаймын. Прям шынымен де кеңес одағына шығып, бүйткен деген секілді. Жоқ, ондай адам. Қазір жастар, наоборот, андай мықтырақ психологиялық тұрғыдан, мықтырақ көп нәрсені түсінеді. Жас болғаннан кейін просто олар ешкім құлақ асып қоймайды, онша. Сен әлі кішкентайсың, оны не білесің деген секілді. Бірақ шынымен де сөйлесіп көрсем, мысалы, 20 жастағы балалар, андай біраз 50-ден асқан кісілерге де біраз жерде андай үлгі болатындай өмір сүре алады да, қазіргі 20 жастағы, 20-25-тегілер. Оны көруге болады. Бұл бір мәселе.
Екінші мәселе, енді көмектессе, әйел көмектесуі мүмкін. Әйел көмектесуі дос. мүмкін. Иә, и екіншісі жаңағы достары. Бірақ практикадан айтатын болсам, достар көбірек көмектеседі әйеліне қарағанда. Өйткені әйел де сондай нәрсе жасап қоюы мүмкін. Жаңағындай ата-анасы езіп, оның үстіне тағы әйелді қосылып деген секілді. То есть әйелі көбіне агрессор болады ондай еркектердің. Әйелдер көбіне тиран болады. Бірақ өздері тиран екенін білмейді или мойындамайды, білсе де. Провокатор адамдар болады ғой, түртеді, екеуі қол жұмсағаннан кейін, шапалақ бергеннен кейін, сен мені ұрдың деген секілді жасайды да. Бірақ бізде статья бар ғой, мысалы, Қазақстан доведен до суицида деген нәрсе бар да. Ол просто ол статья шыққан жоқ қой. Сол секілді доведение до рукоприкладства деген нәрсе де болу керек та негізі. То есть провокатор адамдар болады ғой. Тем более ер адам мен әйел адамның қақтығысы тактикалары әртүрлі болады. Ер адам физически қақтығысады, әйел адам психологически қақтығысады. Ер адам мысалы физически қазір жеңу керек, әйел адам психологически жүріп, оның статусын абыройын түсіріп. Әйелдің тактикасы былай, ол өзінің жауының абыройын түсіруді көздейді. Өлтіру емес, абыройын түсіріп. Психологически бүйтіп, жай. Оның тактикасы сондай. И ол өз қолымен істемейді. Иә, өз қолымен істемейді. Ол намысына тиіп, жаңағы абыройын түсіріп, имиджін құртуға тырысады. Ол еркек ол емес, еркек физически ликвидацияға қарайды. То есть физически мен барып төбелесем оны деген сияқты. Сондайға қарайды. Сонда еркек қазір жарылады, әйел қазір жарылмайды ол. Бірақ әйел жүріп, ұзақ уақыт бойы жаңағы біртіндеп. Бұл жақсы жаман деген нәрсе емес, просто екеуінің тактикасы әртүрлі, екеуінің мышлениесі әртүрлі. Табиғаттары иә, сондайға нетілген. Бұл енді тарихтан да белгілі ғой. Мысалы, соғысқа неге келген уақытта ер адамдар табылады. Қазір төбелесу керек уақытта. Ал ұзақ уақыттың ішінде біреуді өлтіру үшін әйелді алады. Неге әйел жаймен жүріп, қосып сөйтіп өлтіреді деген секілді. Сондықтан өтірік емес, андай шпионаж, неде разведкада көбіне әйелдер қолданады ондай мәселеге. Өйткені оның қабілеті табиғат соған жақындау. Қазір мен мына жерде әйелдерді құбыжық секілді сипаттағыштар шығар деп па. Бірақ енді тактика сондай нәрсе бар. Енді бұл мәселеге келгенде мен ойлаймын, если чисто практически қарайтын болсақ, әйелі қатты көмектесе ала ма, мен білмеймін. Әйелі көмектесе алу үшін өзінің күйеуіне өзі өзгеру керек. Өзі өзгеруге ниеттенсе, онда иншалла көмектесе алады күйеуіне. А так, ер адам көмектеседі деп ойлаймын. Ер адамдармен араласып, сөйтіп жүріп, мәселені шешкен дұрыс деп ойлаймын өз басым. Орта әсер етеді да, как бы. Иә, сондай бір мужской клуб секілді бір нәрсе болу керек, ерлердің баратын бір ортасы. Бұл жерде араласып жүріп шешкен дұрыс деп ойлаймын. Ол более эффективно болады. Еркек өзі ондай ситуациядан шыға ала ма жалғыз? Редко оно болады. Редко болады ондай нәрсе. Қалай десем екен? Шешім қабылдаса істей алады. Бұл жалпы проблемалар, психологиялық проблемалар шешілудің бір-ақ шарты бар. Бір-ақ шарты бар, ол шешім қабылдау. Мысалы, біз психологияға келеді консультация адамдар. Біз қалай істейміз? Консультация келген уақытта адам өзінің өтірігімен көп келеді. Өз-өзін көп алдан, өз-өзін көп жерде басқан, езген, тағы бір нәрсе деген секілді. Енді адам айтады, жаңа проблемам бар, анау бар, мынау бар деген сияқты. Біз үш нәрсеге қараймыз. Құранның аяты, хадистер, Алланың есімдері. Осы үш нәрсеге негізделіп консультация жасалады да. Ол қалай? Мысалы, адам келіп айтады, ой, мен анау әділетсіз, мынау әділетсіз, адамдар мындай деген секілді. Біз сұраймыз, Алла тағала әділетті ма? Алла тағала әділетті. Оның жазған тағдыры әділетті ма? Әділетті. Онда или сен өтірік айтыпсың, или Алла тағала әділетсіз. Қайсысы дейміз? Алла тағала әділетті дейді. Не сен бір жерде өтірік айттың, алдаған іздейік, қай жерде өтірік айттың деген секілді. Қазып келген уақытта шынымен де өзін алдаған жерлер шыға бастайды. Бірақ бұл консультацияның 50% ғана, жартысы ғана. Ашық айтамыз енді. Сен мысалы мына жерде алдадың, өзің бүйттің, сөйттің, мына жерде нәпсіңмен кетіп қалдың, мына жерде жаңағы өр көкірегіңмен кетіп қалдың деген секілді. Мына жерде
жақындарының жаңағы несін ездің деген секілді айтамыз, оны 50%. Бірақ осыны білгеннен кейін сосын айтамыз, енді шешім қабылда. Өзгересің, өзгермейсің. Өзгерсе, мына проблема шешіледі. Өзгермесең, проблема шешілмейді. Алла тағала Құранда аят бар ғой, өздерін өзгертпейінше, халдерін өзгертпейін деген. Вот. Сондай шарттар. Енді ол жерде ол шешім қандай қабылдайды, қабылдамайды, соған байланысты. Кейбір адамдар айтады, қойшы сен босқа кел, мен консультация оттай бересің, анау мынау деп. Ондай да реакция болады. Кейбір айтады, вообще-то өзгеремін деп уәде береді. Бірақ жарты жылдан қайтадан қайтып келеді. Тағы соның проблема шығады. Тағы жарты өз сондайлар бар, кит секілді адамдар, мен оларды кит дельфин деп атаймын. Ана бір шығады да, беді жарты жылда бір рет шығады, консультация келеді. Барын істейін дейді, шеф, все нормально дейді. Болады, кіріп кетеді қайтадан. Жарты жылдан кейін, бір жылдан қайтадан қайтып келеді. Сосын барып бір несін көрсетемін, сосын андай историясын көрсетемін, ана чаттар болады, телеграмда или директте. Жарты жылды жазған смс-ін өзінен көрсетемін. Допустим. Тура сол смс қой. Әлі сол нәрсе. Вообще өзгермейді. Мен шешім қабылдағым келмейді. Адам менен не сұрайсың дейді. Ау? Адамға неге шешім қабылдау қиын келеді? Өзгеруге тура келеді ғой өзіне. Нәпсін өзгерту керек та. Нәпсі біраз жиырылу керек, нәпсі жиналу керек, нәпсі өз-өзіне жоқ дей алу керек, лә иләһи дей алу керек. Яғни жоқ Құдай, Алладан басқа деп айта алу керек та. Ол үшін айту үшін ол өзінің жаңа нәпсін Құдай қылып алған. Ол содан бас тарту керек. Или Құранда аят бар ғой, олар өз сезімдерін өздеріне Құдай қылып алған деген аят бар. Яғни зона комфорта дейді ғой, өзінің зона комфортасын Құдай қылып алған. Зона комфортасын тастағысы келмейді. Сондықтан сол енді сол пұттардан бас тартпайынша ол шешілмейді ол мәселе. Жүреді. Адам өзгерген, былай айтқанда, психологически, духовно өліп қайтып тірілгендей сияқты бола ма? Солай десе де болады. Бірақ ол ондайды адамдар қабылдамайды, керек қылмайды да. Ну, біраз дейш, өзгергісі келмейді, солай жүреді. И бұл немен бітеді? Бұл екі нәрсенің біреуімен бітеді. Соңында ондай адам өтірік айта, әбден шатасады да, Алла сақтасын 200-ді мұнафық болып кетуі мүмкін. Ол соны сөйтіп келеді да, сондай уже табиғат үйреніп қалған. Барлық жерде өтірік айта береді ондай адам. Өзіне де өтірік, жақындарына өтірік айтады, уәде береді, уәдесін ұстамайды, қарызға ақша алады, ақша қайтарып бермейді деген секілді. Сөйтіп сондай болып кетеді. Или же екінші нәрсе, әбден барып шаршайды, таяждайды, быт шығады енді. Кәдімгі өмір болмай кетеді. Прям полностью быт болады. Сол кезде тағы бір шанс беріледі бұған. Ондай шешім қабылдайсың ба деген секілді. Бәлкім қабылдауы мүмкін. Аллаху алем. Кейбіреулер болады енді. Прям барып быт болып құламайынша шешім қабылдамайтындар болады. Мен адам қырсық қой қанша дегенмен. Тем более ол адам қазақ болса, тем более қырсық болады. Қазақтар өзгеше қырсық да. Енді ол жақсы қасиет негізі қырсықтық. Егер оны жамандыққа қолданылса, Алла тағала қырсықтықты шайтандарға қарсы қолдансын деп берілген нәрсе. Өйткені шайтан адамнан ақылды емес, бірақ немен алады да, ол табандылықпен алады, қайта айта береді мынамға. Зина жаса деп 1000 рет айтады күніне, 1000 рет айта береді. Сол 1001-ші бір попыткада адам бүйтіп бір айға қарап қалады. Сосын келесі күн тағы айта береді, 2 айға қарап қалады. Сөйтіп қалады. Сондықтан қырсықтықпен ғана жеңуге болады ондай шайтандарды. Қырсықтықпен ғана адам нетеді. Ол қырсықтық просто бермейді. Вот. И қазақтар неге мысалы бұрын соғыста басқа жерде андай өзін жақсы көрсетіп алған. Сол қырсықтың несінде, нәтижесінде қырсық тұрып алады да, до конца деп тұрып алады, болды. Кесесің ба, басыңды аласың ба, не істесең өзің біл, бірақ мен мына точкадан ары қарай шегінбеймін деген секілді. Жауға келгенде, шайтанмен арбалысқа келген уақытта қырсық жақсы нәрсе. Бірақ өзгеруге келген уақытта, өзіне жақсылық жасауға келген уақытта, өмірін өзгертуге келген уақытта қырсығы ол дұрыс нәрсе емес. Ол жақсы нәрсе емес. Алла тағала әр қабілетті бір сезімді бостан босқа берген жоқ та. Орын қолдану. Ол рас. Тағы бір келесі сұрақ. Еркектер мен әйел адамдардың психикасының айырмашылығы. Например, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой,
то, что еркектер жаңағы іштегі мұңды шығара алмайды, бөле салмайды. И оның да бір себебі, как бы, себепкер болады, то, что еркектер ерте өледі, инфаркт болсын, инсульт болсын, басқа суицид та тоже. Ну, И айырмашылық көп. Бірінші айырмашылығын айтатын болсақ, нәпси айырмашылығын қарайтын болсақ, ер адам ақшаға дүниеге келген уақытта өзін ұстай алады. Бір әйел келген уақытта ұстай алмайды. нәпістері әртүрлі болып тұр ғой, значит, екеуінің. Әйелдер наоборот. Әйелдер еркектерге келген уақытта өзін ұстай алады. Бөлімен, бірақ дүниеге келген уақытта ұстай алмайды. Сондықтан әйел дүние жинайды, еркек әйел жинайды деген секілді ғой. Сондықтан бизнес ақша анау-мынауға келген уақытта әйелді бір бөлмеде ақшамен қалдыруға болмайды. Ол все равно, что еркекті жалаңаш әйелмен бір бөлмеде қалдыру секілді бір нәрсе. Бәрібір жаңағы істейтін істеп қояды. Еркек әйелмен зина жасайтын болса, әйел дүниемен зина жасайды. Сондай нәрсесі бар. Көтере алмайды көп ақшаны. Сол бір айырмашылығы бар. Әрине, андай Хадиша анамыз секілді бизнес жасаған ондай әйелдер де бар. Бірақ ол миллионнан, может быть, мыңнан бір әйелдер. Ну, енді андай ғой, біз қарапайым халық былай істейді. Енді Хадиша анамыз бизнес жасады ғой, дейді да, бірақ өзі Хадиша секілді ұстанымы жоқ екенін қарамайды. Мен де сондаймын деп ойлаймын. Сонымен кіріп кетеді. Өзі өтірік емес, мысалы бизнес кітаптар неге жақсы сатылады? Бір бизнесмен, мысалы миллионнан бір адам миллионер болған. Әркім бола алмайды ғой. Иә, әркім сабыр жетпейді, тағы нәрсе деген сияқты. Бірақ сондай кітапты оқып алғаннан кейін қарапайым жас адам, мен сол миллионер боламын. Бірақ сөйтіп тырысқан 999.999 адам болуы мүмкін. Андай болмай қалған. Бірақ біреу ғана болады да. Сол барып кітап жазады сөз. Деген сияқты. Сондықтан адам Хадиша анамыз секілді болуға тырысу керек те енді. Мысалы, ол кісінің өмірі вообще оңай болған жоқ. Онда өмірге шыдай аламын дейтін болса, онда, пожалуйста, болып көрсін деген сияқты. Вот, сондықтан дүниеге келген уақыт сондай айырмашылық бар нәпсі дегенде. Екінші айырмашылық шешім қабылдаумен сезімдер келгенде әйелде сезім бар, сезеді. Бірақ шешімге келген уақытта шешім қабылдай алмайды. Көп жүріп болады. Еркек наоборот шешім жақсы қабылдайды. Шешімге жақсы, бірақ сезімге біраз шорқақ болуы мүмкін. Сондықтан Аллах Тағала жұп ретінде жетістікке көбірек жетеді адамдар. Енді қазаққа айтады ғой, бас екі болмайынша мал төрт болмайды деген секілді. Үйге қосылған уақытта Аллах Тағала отбасыға не керек екенін әйелге сездіртеді. Әйел сол сезіммен еркекке айтса, еркек кейін шешім қабылдайды. Сол нәрсеге қалай жету керек екен. Аллах Тағала андай әйелді компас секілді мына жаққа қарай бар деп айтқанда, еркек шешім қабылдайды. Иә, самолетпен барам, пойызбен барам, оны уже еркек шешу керек. Еркек нету керек та. Сондай айырмашылығы бар. Ол бір жағынан Алла Тағаладан бір намек секілді ме, как бы осы жаққа бара беріңдер, мен көмектесемін деген сияқты. Иә, сондай нәрсе бар. Айта. Үшінші айырмашылығы андай нәрсе бар. Қалай десем екен? Ерлерде әйелде қамқорлық сезімі, жанашырлық сезімі көбірек. Бірақ еркектерде қорғау сезімі көбірек. Қорғау дегенде, мысалы, бір жоспар болайын деп жатыр. Сол жоспардың ішкі жағын әйел көбірек толтырады. Мысалы, жағдай жасап беру, дастархан бүйту, сөйту деген секілді. Бірақ еркек ол жағын ойламайды. Еркек сол болайын деп жатқан оқиғаның ішінде бізге деген бір зардап бар ма, зиян бар ма, жау бар ма деген сияқты, қауіп бар ма деп сөйтіп ойлайды. Сондықтан еркекке риск менеджмент деген сала бар, соны берген жақсы. Риск менеджмент деген не? Ол келешекте болуы мүмкін апаттарды еркек адам жақсы сезіп қойды. Заранее сезіп қойды. Әйел бүйтіп бір приключение кіріп кетіп, бітшіт болып жатса, еркек ондай емес. Еркек заранее біліп тұрады, ана жерде бір бәле тұрған. Өйткені еркекке қорғау сезімі берілген да, алдын ала білу деген сияқты. Төртінші мәселе, енді өтінуде еркек жауап береді ғой, отбасына деген секілді. Сондықтан ер адамға билік осы жақта берілген, дүниеде берілген. Дүниеде берілген себебі, сен қазір мыналарды дұрыс управлять ет, әйтпесе ертең андай о дүниеге келген уақытта жауап бере алмай қаласың аларға дегендей. Жауапкершілік еркектерге. И билік те берілген, жауапкершілік те берілген. Өйткені о дүниеде бір айында нюанстар бар енді, исключение дейді ғой.
егер әйел еркектің орнында шешім қабылдап қойса, онда еркек ол жерде нетпейді, оны қорғай алмайды. Ол жерде әйел өзі жауап беру керек. Кім шешім қабылдайды осы дүниеде, жер жүзінде, кім шешім қабылдайды, солар жауап береді алланың алдына барғанда. Қандай бір істе болмасын. Сондықтан егер әйел жоқ, мен өзім білемін деп өзі шешім қабылдап қойса, онда алла тағала айтады, енді өзің жауап бересің дейді. Еркек ол жерде барып орта не деп шапағат деген секілді ондай нәрсе жасай алмайды. Сондай мәселе бар. Сосын тағы не айтуға болады. Бесінші айырмашылығы ол еркектер бір нәрсені қайта қайталап жасай алмайды көбіне. Еркектер больше творческий подход жасайды. Олар бұған дейін істелмеген бір әдісті, бұған дейін істелмеген бір нәрсені істегісі келеді. Изобретение жасаған себебі содан, изобретательдер, художниктер көбіне еркектер шығарды содан нәрсе. Жақсы жазушылар деген сияқты. Әйелдер бір нәрсені қайта қайталауды жақсы жасай алады еркекке қарағанда. Сондықтан олар шлифовкаға келген уақытта бір нәрсе былай идеально до конца жеткізу мәселесі бар ғой. Сол жерге келген уақытта әйелдер жасай алады. Сондай бір айырмашылығы бар. Сондықтан бір нәрсені бастауға келгенде еркек бастауға жақсы. Әйел болса, оны соңына шейін жеткізуге жақсы. Сондай бір айырмашылығы бар. Бұл жалпы енді. Всегда исключение бар. Всегда исключение бар. Бұл не емес. Ау? Абсолютно емес. Иә, абсолютно емес. Критиканы қабылдау. Әйел адамдар еркектерге қарағанда критиканы жеңілдірек қабылдай ма? Он мынандай нәрсе. Смотря как критику преподнесли. Если личностьқа өтіп кетсе, ешқайсы көтермейді ондай нәрсені. Бірақ әйел күледі, кейін уақыт өткеннен кейін қанжар суға алады арқаға. Еркек өйтіп күлмейді. Сол жерде қадауға тырысады. Сондай нәрсесі бар. А так личностьқа өтіп кетсе болды. Если продуктивный критика дейді ғой, былайша айтқанда жұмыс туралы айтылған болса, тұлға туралы емес, жұмыс туралы болса, иә, ол жерде андай довериемен айтылған болған болса, мен сені жамандау үшін, кінәлау үшін айтып тұрған жоқпын, мына жұмысты жақсарту мақсатында деген сондай ниетпен болса, онда екеуі де қабылдайды, в принципе. Экологично айтылса. Иә, сондай нәрсе болу керек. Бірақ мынандай нәрсе айтайын, MLM бар ғой, мысалы, сетевой маркетинг деген секілді. Сетевой маркетингте критиканы жақсы қабылдай алатын адамдар жақсы карьера жасайды. Өйткені сіздер барып, мысалы, 20 адамға айтасыздар, мынаны алшы деп. Ол 20 біреу ғана иә деуі мүмкін, қалған 19 деп қойшы деуі мүмкін. Сондықтан оны көтере алу керек та адам. Егер сетевой маркетингке қарайтын болсақ, ол жерде көбіне әйелдер жүр. Бірақ әйелдердің жүруі, это не значит из-за того, что олар критиканы күшті көтереді. А из-за того, что әйелдер жаңағындай толпамен жүрген жақсы көреді. Неге? Өйткені толпаның ішінде өз-өзінің проблемаларын айтып, біраз жеңілдеп қалады. Олар товар сату үшін келмейді көбіне. Олар бүйтіп бір тусовканың ішінде жүріп, бірге жүріп, жеңілдеу үшін. Еркектер жалғыз жүрген жақсы көреді. Особенно бірінші жүрген жақсы көреді деген сияқты. Сондықтан еркектер сетевой маркетингтен онша қатты жақын емес көбісі. Бірақ это не значит, что еркектер нені критиканы көтере алмайды. Жоқ, оларды көтере алады, если андай дұрыс айтылған болса. Сол? Осындай айырмашылықтар бар. Тағы жаңағы оның алдындағы сұраққа осы критикаға байланысты, например, бір адамның, бір досымыздың или даже біреу біздікін бір теріс қасиетті көріп қалуы мүмкін. И сол кезде ойлайсың, айтайын ба, айтпайын ба? Айтсам, ана адам қабылдамау қарсы шығуы мүмкін. Иә, бар ондай нәрсе. Бірақ айтпасаң да, ол адам кейін барып, қатен жасап, ішінен анадай өкініш сезім болады, неге оған айтпадым, неге көңіл түспедім деген сияқты. И сонда бір дилемма болады, айтайын ба, айтпайын ба деп. Ол жалпы бұл мәселе негізі психологтардың проблемасы. Психолог өзі андай адамдарды оқуды үйренеді, уақыт өте келе. Несі андай қабілет ұштасады. Сосын где-то бір 300-400 консультация өткізгеннен кейін уже бір адамын қарайды, уже түсінеді қандай проблемасы бар екен. Бірақ өз-өзін ұстауға келгенде қиналады. Мысалы болады, бұрын менде ондай нәрсе жоқ, бірақ кейін консультация жасағаннан кейін кейде остановкада или андай светофорда адамдар тұрады ғой. Сол кезде уже
көріп тұрасың адам проблемасы қандай екенін. Бірақ келіп айта алмайсың ғой. Кешіріңіз, сізде мынандай проблема бар еді деп. Енді біртүрлі ғой, өзі танымайтын біреу светофор тұрып проблема бар еді деп айтып тұрсың. Қай жақ қаламын деген сияқты. Сондықтан иә, ол енді 80% жерде адам өз-өзін ұстауға тура келеді. Біліп тұрсаң да. Өйткені адам қабылдай алмайды. Бұрын адамдар келеді, мысалы, маған бағда сен айтшы, бетім айтшы, мен өзгергім келеді, ана мына деп. Айтасың бір екеуіне, жаман мен алып қалады, көтере алмай қалады. Даже өзі келіп тұрған өзінде де көтере алмай қалады, өтіс болып кетеді. Қиын енді ол, шынымен де қиын психика. Вот, содан кейін сосын қойшы дейсің да, өзің ұстайсың. Даже қанша жерден келіп сұрап тұрса да, айтма, айт, мен барлықта сен дайынмын, братан, ана мына деп тұратын. Жоқ дейсің, уже 20% айтасың максимум. Соны қараймын, реакциясына қараймын. Более-менее көтере алса ғана, может быть, тағы жалғастырамын деген сияқты ғой. Жұмсақ айту керек, конечно, барлығын жұмсақ айтуға тырысасың. Но, конечно, андай экстремальный кейстер болады, өтірік емес. Кейбір адамдар болады, не только өзінің өмірі, но и жақындардың өмірін бытшын шығарайын деп тұрған адамдар болады. Ондай адамдар болады, оларға кәдімгідей айтпасаң, ашық айтпасаң, олар енді құртайын деп тұр, енді жаман құртайын деп тұр. Ол жерде ашық айтуға тура келеді. Басқаларға зиян. Иә, андай адамдар болады. Прям адамда адамғорлық көрмейтін, езіп өтетін адамдар болады ғой. Прям кәдімгідей өтетін. О, особенно ақшасы болса, байлығы болса, лауазым болса, сондай адамдар болады. Еш нәрсеге қарамайды. Мыжып өте береді. Ол үйреніп қалған нәрсе. Ондай адамдарға уже прям айту керек. Ол жерде ол бүйтіп қысылып қалуға болмайды, сабыр деген секілді ой болмайды. Ол жерде айту керек. Неге өйткені ол уже сабыр емес, ол уже қорқақтық қылса қалады. Исламда солай. Исламда сабыр, иә, сабыр деген не исламда? Исламда күшің жетіп тұрса, өзін ұстасаң, ол сабыр. Күшің жетпей тұрып, өзін ұстаймын, мейірімді болу керек десең, ол сабыр емес, ол қорқақтық саналады исламда. Сондай нәрсе бар. Сондықтан айтып қалу керек ондай жерлерде. Сол? Кейбір кезде, например, анадай да айтпаған да дұрыс па, чтобы адам өзінің қателігімен үйренсін деп. Ондай бір. Ондай болады. Мен адамдарға былай деп айтамын. Алла тағала сенімен 3 рет сөйлеседі, 3 түрлі сөйлеседі. Бірі сезіммен сөйлеседі. Сезім салады. Адам сезіміне нетпейді, андай мән бермейді, қойшы дейді. Ақылмен жүріп кетеді. Жарайды, хорошо дейсің. Екінші сөзбен айтады. Сөзбен ол қалай жаңағы психологтар арқылы, достар арқылы, таныстар арқылы, біреулер келіп или бір видеода бір жерде көріп қалады, айтады жаңағы әңгіменің барысында оны ойландыратын нәрселерді естиді. Бірақ оған да мән бермеуі мүмкін. Ол кезде үшінші мәселе келеді, уже конкретно басына бір іс келеді. Прям басына бір іс келеді. Ол жерде енді уже естімесе болмайтын. Шапалақ сияқты ма? Ол иә, қатты келеді енді ол мәселе. Мысалы, алады да баласы ауырып қалады деген секілді. Или мәселе ажырасу үшін барады, мысалы. Или жаңағы ата-анасында бір проблема шығады, шешілмейтін. Или қайтыс болады жақында деген секілді. Басына бір мәселе келеді да. Жақсы көретін адамдарға бір өледі деген секілді. Сондай нәрселер болады. Содан кейін бір ойланбаса енді білмеймін. Сондай 3 этапта болады обычно. Жаңа сіз адамға жұмсақ жолмен жеткізген дұрыс деп айттыңыз ғой. Оған қатысты ұқсас бір сұрақ. Еркек, например, әртүрлі болады адам жалпы. Жұмсақ та болады, қатал да болады. Еркек негізі қандай болу керек? Или қай кезде қандай болу керек? Например, Хазіреті Абу Бакр радиаллаху анху более жұмсақ болды ғой. И халиф кезінде наоборот қаттырақ болды. Хазіреті Омар радиаллаху анху наоборот қаттырақ болды, халиф кезінде жұмсақ болды. Сосын біздің қазақтың тарихын алсақ, Волоколамское шоссе кітабында, например, Панфилов более жұмсақ көрсетілген. Сөйлескенде жұмсақ тілмен, намекпен. Бауыржан Момышұлы атамыз, наоборот, более жаңағыдай қаталдау. Дисциплина. Ол негізі контекстке байланысты болады. Ол қандай бір-екі кезде болу керек? Былай айтайыншы енді. Бізде просто проблема болғанда еркектер, например, үйде отбасымен, наоборот, жұмсақ болған дұрыс қой, бірақ анадай балдармен, әйелмен, жақын адамдармен қатал боламыз, сыртқы адамдармен, наоборот, слишком жұмсақ. Иә,
ер адамға енді әділеттілікті ұстау, әділеттіліктің туын осы әлемде ұстау ер адамға берілген нәрсе. Ер адам соған жауап береді, жалпы ер адамдар. Бірақ егер ол әділеттілікті ұстай алмаса, ол, конечно, ол нәрсені үйінде жасауға тырысады. Сыртта адамдар, басқа адамдарға күші жетпесе, барады да әйелін изеді, баласын изеді, сөйтіп өзін тыныштандыруға тырысады деген секілді. Ондай нәрсе бар. Өтірік емес. Қазіргі таңда 21 ғасырда ел көзінше мұсылман болып көрініп, үйінде Аллах кешірсін, бірақ кәпір секілді өмір сүретін адамдар саны өте көп. Өтірік нәрсе емес. Адамдардың көзінше күшті айтып, кейін соткасымен жалғыз өзі қалған уақытта не істейтіні бір Алла мен өзінің ортасындағы нәрсе. Ондай, то есть, андай, ондай нәрсе көп. Бұл бір. Екіншісі, енді контекстке келетін болсақ, мысалы, егер бір жоба басталайын деп тұрса, бір іс басталайын деп тұрса, ол жерде адам қатты болу керек. Жұмсақ болмайды. Мысалы, бір келістік қой, мысалы, бір нәрсе бастаймыз деп келістік па, уже демократия. Бірақ уже іске келген уақытта бітті. Уже диктатура болу керек. Уже де жобаны бір мардымды, бір нормальный бір қалыпқа келтіргенге дейін лидер қатты болу керек. Хазірет Абу Бәкірдің радиаллаху анху қатты болған содан болды. Өйткені ол уақытта Харидит дегендер шығып кетті, басқалар шығып кетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды пайғамбар болғандықтан ғана тыңдағандар болды. Ол лидер болды деген секілді, қолында әскері болды, сондықтан тыңдады дегендер болды. Как только қайтыс болды, бітті. Ондай өздерін бастан қылтитып шығарған өтірік пайғамбар деген сондай адамдар көп шығып кетті. Ол кезде Хазірет Абу Бәкір енді қатты болды. Ол жерде тек қана пайғамбарды ғана емес, саллаллаху алейхи вассалам, но и Құранды да, халифтерді де, басқарушы өкілетті адамды тыңдауды да үйрету керек болды. Сондықтан Хазірет Абу Бәкір қатты болды. Ал енді барлық дәлелдеді, барлық орнына келтірді, орнықтырды. Одан кейін уже езіп керек жоқ. Одан кейін уже мәпелеп, өсіріп, сақтау керек болды. Уже бұл мынандай ғой, тауға шыққан секілді бір нәрсе. Тауға шығарда адам қатты болу керек. Кешірімсіз болу керек. Өз-өзін аямау керек, жүру керек, до конца жүру керек. Бірақ тауға шығып алғаннан кейін уже ол кезде уже жұмсақ танытуға болады. Ол жерде біраз уже все, жеңіске жеттік, аларымызды алдық, енді осыны сақтап қалайық мәселесіне келген уақытта уже жұмсақтық болады. Бизнесте де солай, мысалы, адам ақша табарда обычно жесткий болады. Ақша табуға келген уақытта жесткий болады да, бірақ ақша сақтауға келген уақытта уже жұмсақ болады. Ол қалай? Қатыда қаттырақ болған дұрыс. Иә, мысалы, бір нәрсе жаулауға келген уақытта қатты болу керек. Жаулап болғаннан кейін сақтауға келгенде жұмсақ болу керек. Сондай контекст не бар? Ақшада мысалы солай ғой, мысалы, рискованный істі басында, когда надо заработать, ақша табу керек кезде адам біраз рискованный болады. А когда уже ақша бар, байлық бар, оны уже рисковать етпейді. Ол жерде уже жұмсақ. Уже андай не жасайды, страховкаға көп қарайды. Уже риск емес, андай ставка ой емес, а страховкаға қарайды. Вот. Сол? Қазіргі уақытта 21 ғасырда заманауи ер мұсылман қандай болған дұрыс, абзал? Қандай қабілеттерін дамытқан дұрыс? Көз қарасы, Ол ең бірінші ол әрине шешім қабылдау. Ер адамның жауапкер алуымен деп айтуға бола ма сен? Тек қана жауапкершілік емес енді. Просто жауапкершілік десе ол бір мағынауи болып кетеді, біраз былай метафизический, рухани бір нәрсеге кетіп қалады. Просто шешім қабылдау дейікші. Элементарно, мысалы, торговый центрға барған уақытта андай комнаталар болады, адам киім өлшеп өзіне қарайтын. Сондай бөлмеге кірген уақытта, мужской отделына кірген уақытта, ерлер тарапына обязательно андай бір 20-25 жаста бір жігіт жүреді. Жанында немесе анасы, немесе қызы, немесе әйелі жүреді. И бір көйлек, бір кофта алуға, бір киім алуға, жаңағы жанындағы әйел айтып тұрады, мынау жарасады, жараспайды деген сияқты. Яғни қазіргі еркектер бір көйлек алуға келгенде де қиналады. Сондықтан ондай адам енді қалай шешім қабылдайды? Мысалы, кімге үйленемін, енді баламды қалай тәрбиелеймін, бизнесін қалай жасаймын деген, ондай тем более санайды. Сондықтан
Иә, сондықтан ең бірінші ер адамның бойында болу керек ол шешім қабылдау қабілеті. Ең бірінші алла тағала берген кәдімгідей несіне жазылған, біздің көкірегімізге жазылған нәрсе бұл шешім қабылдау несі қабілет. Бұл қабілет ер адамнан алынса, әйелдігінен айырылады. Грубо болып кетеді да. Вот сондықтан шешім қабылдауға келгенде ер адам істеу керек. Бұл бірінші ең фундаментальный нәрсе. Бұл нәрсе болмаса қалған нәрсе болсын. Екінші нәрсе, ер адам өзінің энергиясына қатты нету керек. Қатты қарау керек. Физикалық энергиясы болсын, ментальный энергия болсын, духовный энергия болсын, кәдімгідей күшіне көп нету керек, абай болу керек. Неге өйткені тез шаршап қала беретін болса, андай мақсатына жете алмайтын болса, иә, или денсаулығында ақаулығы болса, ойластырса да, қаласа да кейбір нәрселер істей алмай қалады. Неге өйткені күші жоқ оның істеуге. Ол энергия, ол энтузиазм түсетін болса, ол бизнесте де істей алмайды, ол ешнәрсе істей алмайды. Зона комфорта іздеп жүреді. Ыңғайлы нәрсені істеп кетеді да. Керек нәрсені емес, ыңғайлы нәрсені істеп кетеді. Ләззат көп қарайтын болып кетеді деген сияқты сондай нәрсе. Сондықтан энергиясы біраз таситын адам болу керек. Кәдімгідей тестостероны жоғары деген сияқты. Енді ол мәселеге енді спортпен айналысу, бұл стандарт деген секілді, закаливание секілді нәрселер көп жасау керек, жаңағы суық сумен деген сияқты сондай нәрселер. Особенно қысқы уақыттарда деген сияқты. Мен өзім Алматыға көшіп кеттім енді, бірақ Астанада жүргенде біз неге прорубқа түсетінбіз. Ана христиандардың да қазір күтіп тұрыңыздар. Тормозит жатыр. Жалпы эфир қалай болып жатыр? Қосып отыр. Алло. Қосылды. Естіп тұр ма? Естіп тұр. Үшінші мәселе, әр адамның, то есть особенно ер адамның бір несі болу керек, миссиясы болу керек. Бірақ бұл жерде миссияға келгенде екі нәрсені бір-бірін шатастырмау керек. Адамдар мақсат пен миссияны шатастырады. Цель дейді ғой, мақсат. Мақсат пен миссияның айырмашылығы не нәрседе? Мақсат адамның дүниеден алғысы келетін нәрсесі.
миссия адамның дүниеге бергісі келетін нәрсесі. И заңдылық бойынша адам мақсатына жетпей миссия жасай алмайды. Адам бірінші алатын алып алу керек. Содан кейін ғана бір нәрсе бере алады. Заңдылық сондай. Мысалы кейбір адамдар айтады, андай. Мысалы кейбір адамдар айтады, мен көп зекет бергім келеді, бүйткім келеді, сөйткім келеді, мешіт салғым келеді, анау-мынау, бірақ қолымда көк тиын жоқ. Или алатын зарплатасы кішкентай бір нәрсе. Ол бірінші миллиондар жетіп алу керек. Кәдімгі жетіп алу керек. Бұл мәселе дүние қорлықта анандай емес. Кәдімгі ақшаға жетіп, қаны түсіну керек. Ақша сол зерттеліп қаны түсінгеннен кейін ғана ол ақшаны қайда қалай жұмсау керек екенін түсінеді. Содан кейін жаңа жобалар жасайды. Мешітті салады, мектебін салады деген секілді. Түсіндіре алдым ба? Алло. Көп адамды көремін, андай бүйткім келеді, сөйткім келеді, халқыма қымбат қызмет еткім келеді, пайдалы болғым келеді, адамдар неткім келеді дейді. Сосын енді жас болғаннан кейін былай үндей қоймаймын. Онша просто күлемді қоямын, енді смайлик жіберді деген сияқты. Я енді көр деген секілді. Бірақ ол адам бірінші ақшасын тауып алу керек, бизнесін жасап алу керек, бүйтіп алу керек, сөйтіп алу керек. Содан кейін шешім қабылдасын. Үлкен бір мешіт саламын, или мектеп саламын, бүйтемін, сөйтемін деп. Ол кейін ойланатын нәрсе. Миссия кейін ойланады. Сондықтан бірінші адам қалаған нәрсесіне жаңағы жетіп алу керек. Қалаған дегенде андай нәпсиін айтып тұрған жоқпын. Бірақ андай алақ салған бір сезім болады ғой. Көңілі қалайтын деген сияқты. Соның нәрсені жетіп алсын, мақсаттарын жүзеге асырып алсын. Содан кейін миссия туралы ойлансын. Осы үш нәрсе енді. Бірінші шешім қабылдау, екіншісі энергия, үшіншісі жаңағы миссиясы болу керек. Миссия қабылдау, получается, адам өзі бірінші тояды, тойғасын, шариғат жолымен халал нәпси той емес, именно Алланың берген. Негізі ол жерде тою мәселесі емес та, адам тоймайды, бірақ жаңа дүниені алады, дәмін көреді, ненің не екенін түсінеді, бір жағынан опыт пайда болады деген сияқты. Сосын оны бір іштей қорытады, өзінің видениесімен, өзінің жаңағы мышлениясымен, ойымен қорытып барлығын. И содан кейін берсе дұрыс болады. Әйтпесе ол не секілді болады, андай екі түрлі тамақтандыру бар да, бірі құс секілді, бірі қой секілді. Құстар тамақ жейді да, жаңағы қойын береді балапандарына. Қой болса, оны қорытып барып, жаңағы қаймағын береді, сүтін береді деген сияқты. Сондықтан адам дүниеге бір нәрсе берем десе, қорытып барып беру керек та. Мысалы, мынандай нәрсе дұрыс емес. Кейбір адамдар марафондарға, тренингтарға барады. Информацияны алады, қорытпайды. Түсінбейді, сосын өзінің аудиториясын тұрады. Сатамын дейді да, ақша жасаймын дейді. Қалай кеттік, не кетті деген секілді қарамайды да. Адам қорыту керек, түсіну керек, өзіне өткізу керек, асықпау керек. Біртінеп, солай істесе дұрыс болады. Кім өзіне қорытып барып, аудиториясын көрсе, информацияны, оның несі алысқа барады. А кім біреудің алып бере салса, ол болмайды. Солай істеген дұрыс болады. Осы тематикаға қатысты. Жалпы әйел адам еркекті қалай поддерживать еткен дұрыс? Қандай көмек көрсеткен дұрыс? И вообще керек па? Еркек ондай нәрсеге қажет па деген сияқты? Еркекке қажет ана нәрсе, ол рас. Еркекке зритель керек қой, көрермен керек та. Группа поддержки дейді ғой басқа уақытта. Ондай нәрсе керек. Керек емес. Керек болмаса Аллах Тағала әйелді жаратпас еді, мысалы, еркек жаратып, сөйтіп төмен тоқтайды. Бірақ еркекке тыныштық керек. Жұмақта да тыныштық таба алмаған. Ол тыныштықта әйелмен табады деген. Алланың жазған. Енді бұл жерге келген уақытта әйел мынандай нәрсені түсінген дұрыс. Егер шынымен еркегің мықты болған қаласа, ол еркектің 9 рет таяқ жеп, 10 рет жеңетініне сабыр ету керек. Қазіргі жастар қателеседі. Олар бақытты болсын, бай болсын. Бірақ өзі емес. Өзінің подружкалары, достары, солардың астық жемек деп ойлайды. Или инстаграмда біреуді көріп, соған еліктеді,
сондықтан сол секілді болғым келеді дейді да. И күйеуін Ал- уже тұрмысқа шықпай жатып, грубо говоря, напрягает дейді. Әлі тұрмысқа шыққан жоқ, әлі шариғи правосы да жоқ, бірақ уже напрягать ете бастайды. Мен сүйетін дәлелде ана мынау деген секілді, мысалы, еркек не істейді, жас жігіт не істейді енді, ол намыстанады, иә дәлелдеймін деп ойлайды да, сосын приключение әкеледі. Енді үлкен нәрсеге жету үшін үлкен белестер, үлкен мақсаттар бірден алынбайды ғой. Бірден алынатын болса, үлкен белес, үлкен мақсат болмайтын еді ол. Ол кішкентай мақсат болатын. Үлкен мақсаттар 10 рет, 20 рет, 100 рет қайталап попытка жасағаннан кейін ғана алынатын нәрселер, ол үлкен нәрселер. Сонысымен үлкен олар. Сондықтан онда әйелді түсіну керек. Менің күйеуім 99 рет барады да, мұрны бұзылып қайтып келеді. 100-ші рет барған уақытта жеңеді. Әйелді соны түсіну керек. Андай несінде болу керек ол. А 2-үш рет жеңілгеннен кейін, не сен әлі жүрсің ба, не деп сабырсыздық танытпау керек әйел. Өйткені шынымен де әйел қаласа, еркегінің жаңағы күйеуінің үлкен мақсатқа жеткен қаласа, онда әйел сол үлкен мақсатқа сай сабыр болу керек. Еркек бар, төбелеседі, сразу құлата алмайды ол несін, жаңағы қамалды алуын алады, алла жазса, мағынайында жазылған. Бірақ ол қамалды сразу бірден алынады деген нәрсе жоқ қой. 10 рет, 20 рет деген сияқты. Вот, сондықтан әйел сол попыткалар дейді ғой, былайша айтқанда, тырысуларды естіп тастамау керек. Вейсін әлі деген секілді. Сабырмен күту керек. Көріп тұр ғой, төбелесіп жатқанын. Көріп тұр. Вот. Мысалы, енді өзіме мысал берген дұрыс болмайды, бірақ кейде болады, менде де мысалы андай карьерама байланысты, ісіме байланысты кейбір мақсаттарды алу керек болып тұрады. Белестерді. Бір кезде келген уақытта жұбайыма былай деп айтамын, мен жолдасыма айтамын, мына мен төбелесім деймін. Сен араласпа, просто қарап тұр. Қарап тұр, мен қазір анамен барып төбелесем деген секілді. Мақсатымды аламын деген секілді. Сен просто сабыр ет. Ол бір ай жүре ме, 2 ай жүре ме, кейбір мақсаттар болған, мысалы, жарты жыл кетті оған жету үшін. Кейбір мақсаттар болды, 1,5 жыл кетті оған жету үшін. Мен де кетті енді, өтірік емес. Мен қазір, может, мақтап тұрған шығармын, бірақ әйелімде де арқасында болды ғой мәселе. Өйткені ол шыдады. 1,5 жыл, 2 жыл күтті кейбір мәселелердің болуы деген секілді. Кейбір мәселенің болуы үшін 10 жыл күтті деген секілді. Одан кейін болды ол. Сондықтан әйел сондай нәрсені ету керек. Бірақ әйел өзі байқамай, или әдейі істеп, еркектің несін сындырып тастайды. Ол қалай сындырады? 3 жолмен. Оны тренингтерде айтамын. Біріншісі андай взглядпен сындырады. Взглядпен ол бет күйеуіне қарайды да, бітті. Ана болады ғой, астына қарап бітті. Ол не деген сөз? Сен қарауға даже тұрарлықта емессің деген сөз. То есть на тебя точно даже смотреть деп жаңағы сөйтіп. Жігіт не істейді енді ол? Басқа біреудің қарағанын қарайды, қалай сонда. Өзінің әйелі қарай алмаса өзіне, оны жарайды, басқа біреу маған қарасын деген бір жерден іздеу керек қой енді ол, зерттеу іздеу керек. Бірақ коллегасы қарай бастайды оған деген сияқты. Сондай мәселе. Или екіншісі способ ол не? Күрсіну. Дейді ғой мысалы. Ол күрсінудің артында тұрған қандай сигнал бар? Сен сондай бір топассың, саған бір нәрсені түсіндіруге уже сөз жоқ. Сондықтан даже сөздердің өзі жалко, сондықтан мен бір күрсінумен ғана сен деймін деген сияқты. Одан кейін еркекті сынады деген сияқты бұл мәселеде. Үшіншісі ол уже андай сөзбен сындырады. Қалай сындырады? Мен саған сенемін дейді. Бірақ мен саған сенемін дегенде екі ниет болады. Бірінші ниет ол жеңіліп қалмаса екен деген аяныш ниеті. Ол қандай ниет? Ол андай ниет адамды құлататын ниет ол. Жеңіліп қалмаса екен. Неге? Өйткені әйел үшін ол еркек уже жеңіліп қалған. Ол уже жеңілген деп қарайды. Жеңеді деп шанс бермейді уже өзінің ойында. И сол негативный ниетпен айтқандықтан ол еркек әлсірейді. Вроде мен саған сенемін деп тұр, бірақ жеңіліп қалмасайын деп. А еркек ондайдан әлсірейді. А екінші ниет қой бұл жеңсе екен деген ниетпен мен саған сенемін дейді. Ол кезде наоборот еркек күшейеді. Өйткені әйел үшін ол арыстан. Я таяқ жеуі мүмкін, мұрнысы мүмкін, бірақ арыстан. Сондықтан смотря әйел қандай ниетпен айтты. Әйелдің сөзі сондай бір нәрсе еркекке
еркек үшін әйелдің сөзіне қарсылық қою, бір защита қою қиын. Қайтып айтасыз, еркек үшін бір әйелінің, өз әйелінің, өз жұбайының сөзіне төтеп беру қиын. Өте қиын. Неге өйткені ол әйел өзінің қойнында жататын біреу. Ол өзінің қабырғасынан жаратылған. Яғни еркекке чтобы бір әйел шыдамас үшін, ол әйелдің сөзі оған әсер ете алмас үшін, ол әйел оған бөтен болу керек. Бөтен болу керек, или вообще жау болу керек. Тем более әйелге тонкий психика берілген. Ол сөзді сондай қылып жібереді, что еркекке өтіп кетеді. Еркек өйткені сөзбен төбелеспейді ғой. Ол жұдырықпен төбелеседі деген секілді. Сондықтан оның защитасы жұдырықты шыдау защитасы. Бірақ сөз шыдау защитасы емес. Сондай мәселе бар да. Конечно, барлығында емес, но еркектің көбісінде. Сондықтан әйел өзінің сөзіне абай болу керек. Бір сөзбен алып, еркекті жер қылып тастауы да мүмкін. Ол әйел. Бірақ жер қылып тастаса, мысалы, кейбір әйелдер айтады, қазір еркек жоқ, анау дейді да. Бірақ өзі мужик секілді да. Енді қалай ол, мысалы, еркек енді не істеу керек? Сен ұру керек па, мысалы, сен орнына келтіру үшін, әйел қылу үшін сен ұру керек па? Не істеу керек енді? Ұрмайды ғой енді. А сен ұрып жатсың оны. Сөзбен ұрып жатсың, күнде жейсің бүйтпейді. Осы ең соңында не істейді? Таяжып, бітшіс болады ең соңында. Сондықтан еркек болып кеткен әйелдің жанында тұрғысы келмейді. Ол сыпайы, нәзік әйел деген жоғалтпаған сондай әйелдің жанында болғысы келеді. Сондықтан әйелдер еркектер жоқ деп айтатын себебі негізінде өздері алдына келген еркектерді сен еркек емессің деп мыж-мыж тастағаннан. Сондықтан Алла тағала ондай әйелдерге еркек бермейді. Неге беру керек? Алла тағала ол еркекті не үшін жаратты? Өзіне бір құл болсын, халиф болсын деп жаратты. Абыройлы болсын жаратты. Бір әйел оны езсін деп, мына еркек, мысалы, бір еркекті, мақсатпен бір еркекті жаратып жатыр. Аллах тағала біткен жоқ қой. Пәленше бір әйелге арнап сені жаратып жатырмын. Сол әйелдің алдына барасың, ол сені езеді. Сенің өмірлік мақсатың сол деп бүйтіп жаратқан жоқ қой. Сондықтан Алла тағала ондай әйелдерге абыройлы еркектерді бермейді. Бермейді просто, бермейді. Ондай әйелдерге әлсіз сондай еркектерді жібереді, әдейі сондайларды жібереді. Сондықтан әркім өзі не нәрсеге ниеттенсе сол нәрсені алады. Мен де әйел болғысы келсе, онда еркек жіберіледі, жақсы еркек. Егер әйел болғысы келмей, мужик болғысы келсе, шешім қабылдағысы келетін сондай бір болғысы келіп тұрса, онда оған сондай еркектер жіберіледі деген секілді ғой. Иә, бұл сөзімен көбісі келіспеуі мүмкін. Анау-мынау, сен қайдан білесің, анау-мынау. Егер мен бүйте бере, сөйте береді деген әйелдер өте көп. Не істейін ондай еркектің жанында мен қалай мужик болмаймын дейтін әйелдер көп, ондай өтірік емес. Бірақ мына нәрсе айтайын, ең соңында Құранда аят бар. Барлық сендер жасырған нәрсені, көкіректерінде жасырған нәрсені сыртқа шығарамыз деген аят бар. О дүниеге келген уақытта Аллах тағала барлық еркек, әйел барлығын мына жерде көкіректе сақталған барлық айласы бар, өтірігі бар, соны сыртқа шығарады. И шынымен де андай нормальный еркек бұйырмаған әйелдердің көкіректерінен айлалар шығады да ортаға мәлім болады. Сол кезде бүкіл адамзат көреді, что бұндай әйелге тем более нормальный еркектің жіберілуі дұрыс емес еді. Бармайын дейді. И Алла тағаланың әділетті екеніне көздері жетті. Мен де көздері жетті, әйелдеріне де көздері жетті. Бірақ әйелдер, конечно, жалынады кейін өмір бойы жамандап келе жатқан күйеуіне жалынады. Өйткені күйеуінен сұралады ғой, мынандай әйелмен жұмаққа кіргің келе ме деп сұралады. Конкрет сұралады. Хочешь мына әйелмен? Ол не дейді, 60 жыл бойы, 70 жыл бойы қиналғаннан кейін. Нет, спасибо деп айтады ғой. Мен жұмақта өзім барайыншы. Мысалы, мынандай нәрсе, кейбір әйелдер айтады, сендер не жетпейді? Хор қыздары, анау-мынау дейді. Мәселе былай екен. Әйелдердің көбісі хадисте белгілі ғой, көбісі жаңағы неге бармайды, жұмаққа бармайды. Иә? Жұмаққа бармағаннан кейін жұмақтың шарты бар. Жұппен кіру деген. Сондықтан өздің әйелімен бірге кіре алмайды ол еркектер. Өйткені әйел тозаққа кетіп қалды. Еркек жалғыз қалмау керек жұмақта. Сондықтан хор қыздар жаратылған. Яғни хор қыздардың жаратылуының себебі өз еркегімен бірге жұмаққа кіре алмаған әйелдердің себебінен.
яғни ол Мгм. қалай, егер әйелдігін сақтап еркегімен бірге жұмаққа кіре алатындай жағдайда болмаса, сол себепті ол еркекке хор қыздар жаратылған. Яғни хор қыздардың жаратылуының себебі көп әйелдердің тозаққа кетуінің себебінен. Сондықтан оны да білу керек. То есть андай жоқ, мысалы еркекке не жетіспейді деп сөйтіп хор қыздан жарата салу емес. Жоқ. Әйелдер өздері айырылып қалды. Айырылып қалғаннан кейін енді еркек 60-70 жыл бойы сабыр етті енді. Не істеу керек енді? Жұмақта жалғыз жүру керек пе? Жоқ, ол емес. Сондықтан хор қыздар жаратылған. Хор қыздың жаратылуы сол себепті. Тозаққа әйелі тозаққа кеткендіктен. Ол Сол. жаңағы бүкіл әйелдерге қатысты Мгм. емес, өзін еркек Жоқ, сияқты. әрине, жоқ, барлық әйелдер емес енді, иә. Бірақ Қара- хадисте айтылады, иә, Осындай. тозақта әйел саны өте көп болады деп айтылады. Сондай мәселе бар. Мен бұл жерде, мә, сендер әйелдер жамансыңдар, ойбай, сендер анау мынау деп жатқан жоқпын. Бірақ абайлау керек деп жатырмын. Абайлау керек деп жатырмын. Байқаулы болу керек. Мысалы, өлең айтатындар көп болады деп тозақта. Ондайлар да абай болу керек деген сияқты. Сондықтан бұл өте тонкий нәрсе. Мен ешкімге үкім бермеймін, сен андайсың деп. Әркім өзі түсініп, өзі тыңдап, өзі түсіну олар. Адам біледі ғой негізі, өзінің шынымен де іште не бар екенін біледі адам. Мойындаймын, мойындамаймын, ол бөлек мәселе, бірақ біледі. Қазір мойындамаса, хорошо, кейін Алланың алдына келген уақытта бәрі Аллах тағала мойындап тұрады. Бірақ ол жерде уже кеш болады. Ол жерде тәубе жоқ қой. Мәселе сода. Конечно, тозаққа кететін еркектер де көп болады. Ол проблема, ол не емес, ондай сказать, ондай нәрсе жоқ деген нәрсе айта алмайды ешкім. Иә, тозаққа да кетуі мүмкін. Менде де мысалы нем жоқ, гарантиям жоқ. Жұмаққа кіріп тұрған секілді әңгіме айтып тұр деп ойлап қалмаңыздар. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Аллах тағала өзі шешеді, өзін сөйтеді. Бірақ абайлы болу керек. Байқаулы болу керек адамдар. Өзіне көп болмау керек. Сол? Қорытынды айтқанда, получается, еркек болу білу керек, әйел адам әйел болу білу керек те. Иә, өз рөлінде болу керек. Пока Алла тағала мүмкіндік жаратты. Әркім өз жынысымен келісу керек. Аллах берген нәрсемен, тағдырымен келісу керек. Сол? Тағы бір екі сұрақ басқа темаға қатысты. Жақсы. Даже бір сұрақ скорее всего. Бұйырса уже осы келесі айда 13-14 қаңтарда қасиетті үш ай басталады ғой бұйырса. Раджаб, Шабан, Рамазан. Иә. Оларға әсіресе Раджаб пен Шабан айда қалай өткізген абзал, и Рамазанға қалай дайындалған абзал, чтобы Рамазаннан былай айтқанда максимально пайда ала алатындай, берекет ала алатындай. Түнгі өмір біраз не болу керек? Жинақы болу керек. Бұл айлардың өзі күндіз тыйылып, түнде біраз нететін айлар ғой. Күндіз адам өзінің былайша айтқан уақытта тамақ үшін өмір сүреді ғой. Жылулық дейді ғой былайша айтқан уақытта. Өңеш үшін, қарны үшін өмір сүреді да күндіз адам. Ал түнде адам өзінің жүрегі үшін өмір сүреді. Солай деп упрощенно айтайыншы. Өйткені ғибадат болсын, зікірлер болсын, дұғалар болсын, құран болсын, бұның көбісі түнде оқылатын нәрселер да. Неге мысалы күндізгі намаздардың өзі үндемей оқылады да көбіне, іштей. Түнгі намаздар, түнде оқылатын намаздар біраз дауыспен оқылады деген секілді. Сондықтан бұл айларда түнгі өмірге қарау маңызды. Күн батқаннан бастап күн атқанға шейін біраз өзін адам ғибадатқа берген дұрыс болады. Біраз ойлануға деген секілді. Өз-өзін өзгертуге ниеттену керек деген секілді. Сондай нәрселер бар да. И андай ақыл тоқтап қалған дұрыс болады. Енді жарайды, бір жылың өтті енді. Тағы не істейсің? Не өзгерді бір жылдың ішінде деп өз-өзінен біраз сұрақ сұрау керек. Сол. Сосын қолынан келгенше әрине жаңағы умраға барса, умраға, қажылыққа барса, қажылыққа деген секілді дайындалу керек. Бұл тек қана қаражат жағынан ғана емес, жалпы ой өріспен деген секілді. Мен көбісі Қағбаға барып алып, Дед Морозға барған секілді барады ғой. Қағбаға барып, Қағбаның құлдары деп аталады олар.
тауға барып өзінің желанияларын загадывать ететін адамдар болады. Вот. Алла тағала сұрамаңдар демейді, сұраңдар дейді. Бірақ кім сұрау керек? Бірінші ісін орнына келтіріп орындаған адамдар сұраған дұрыс болады да. Мен Алланың алдында парызымды істедім, содан кейін, пожалуйста, сұра. Алланың алдына келіп істемей жатып сұрасаң, ол дұрыс болмайды. Вот. Сосын хотя бір рет болса да Құранды орысшасын немесе қазақшасын переводын кімге андай аудармасын кімге ыңғайлы, хотя бір рет болса да Құранды басынан аяғына шейін бір оқып басыншы. И және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сирасын өмірбайын бір рет оқып бассын. Болмаса интернеттен қарап алсын. Мысалы, кім бар? Нұрсұлтан деген имам бар. Сол кісінің пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға байланысты сирасына түсірілген сондай бір видео несі бар екен, жинағы бар екен. Өте күшті. Соны бір тыңдасын. Өз басым сол Нұрсұлтан имамға ризамын. Осы нәрсені саған үшін. Алла разы болсын. Сондай бір не нету керек, бір сезінуіміз керекпіз да біраз. Салыстыруымыз керекпіз деген сияқты. А то біз 21 ғасырда өзіміз секілді адамдар көп көріп кеттік. 15 ғасыр бұрын қандай үлкен тұлғалар тұрды, өмір сүрді, оны қатты біле қоймаймыз да, сезіне қоймаймыз. Сондай бір сериалдар көріп, бәлкім жаңағы видеолар, материалдар көріп, біраз ойланатындай болу керек та. Вот. Егер кітап оқып кейін болып бара жатса. Салыстыратындай ма өзімізді бұрынғы тұлғалармен? Иә, өйткені біз өзіміздің стандарттарымызбен өмір сүре ойлап кеткенбіз ғой, біздің стандарттар дұрыс деген секілді. Көбі ұялу керек жерде ұялмаймыз да. Ұялмауды уже стандарт деп қараймыз да. Бір адам ұялуды үйрену керек. Ұят иманнан деген хадис бар ғой. Көп жерде ұялмаймыз ғой негізі. Енді өзім туралы айтып жатырмын бірінші. Сондықтан ал сахабалар қай жерде ұялған, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қай жерде ұялған деген секілді. Ол туралы хабарымыз қатты жоқ та. Біраз ойлану керек, іздену керек. Сондықтан 3 ай сол түнгі айлар ғой бұлар. Күндізгі айлар емес, бұлар түнгі айлар. Түнде өмір сүретін сондай. Бірақ айтып тұрған жоқпын, таңға шейін ұйықтамаңыздар, жоқ олай емес. Ондай маңызды емес. Ерте жатыңыздар, 10 жарымда, бәлкім 11-де жатып, таңертең 5-ке қарай тұрып деген секілді. И сөйтіп фаджр енді таң намаз кіргенге шейін бір жарты сағат, 1 сағат ерте тұрып, сол кезде тахаджудты қылып деген секілді, зікір дұғаларын қылып, Құран оқып, бәлкім. Біраз ойлану керек та адам. Сосын негізді блокнотты алып сөйлей жазу керек ойларын. Армандарын оқиды, болашақтан оқиғалардың қандай вывод жасадым, қандай тұжырымға жеттім деген сияқты. Біраз ойлану керек. Иә, тәфәккүр жасау керек біраз. Ойлану керек. Қосымша ораза осы қосымша оразасыз болмайды. Ол по умолчанию, ол само собой. Бірақ андай кейбіреулер айтады, күнде ұстай берген дұрыс емес дейді. Кейбіреулер айтады, олай да болады дейді. Енді ниеттеріңізге байланысты өздеріңіз жаңағы қарастырасыз, имамдардан сұраңыздар. Бірақ ораза ұстаған әрине абзал, өте жақсы нәрсе. Тек қана аптасына 2 рет емес, может 2-3 рет ұстағанда дұрыс шығар деген секілді. Ол жағын ойластырып көрсеңіздер дұрыс болады. Бірақ ауызашарда өліп жеп керек жоқ енді. Қалай? Дауыт пайғамбардың оразасы секілді ме? Через день? Олай да болады. Интервальный голодание дейді. Ол, кстати, несі бар? Зерттеулер бар. Дауыт алейхиссалам оразасы туралы. Ең эффективный ораза сол екен. Ең эффективный. Күн ара тамақ жеп тұрған. Через день дейді ғой. Қалай тағдай мәзет қолыңыз? Дауыт алейхиссаламның оразасы күн ара болып тұрады. Через день болып тұратын ораза бар ғой. 2 күнде бір. Сол ораза ең дұрыс ораза екен. Хадис бар, ең дұрыс ораза сол деп айтылған. Но и андай не де бар, ғылыми зерттеулер бар екен. Батыс итальянец бір еркек бар, профессор, ол нені зерттеген, аштықтың салдарын зерттеген. Сосын американецтер қосылған ба, сондай бір не бар, исследование бар. Стэнфордтың нелерін қосылғандар. Олар неткен, интервальный голодание деп атайды, енді олар ораза деп атамайды. Бірақ сол Дауыт алейхиссалам оразасы негізі. Бір күн жейді, бір күн жемейді деген сияқты. Ең эффективный сол екен. Қазір жалпы Стэнфорд, Гарвард секілді, MIT секілді университеттерде, енді дүниежүзінің ең озық университеттерінде
ораза ұстау культурасы бар екен, сондай мәдениеті бар. Обязательно там аптасына 1-2 күн, 2-3 күн жаңағы ораза ұстайды екен олар. Неге? Өйткені ол умственный способности, жаңағы ақылдың үлкейтеді екен. дамытады. И творчествоны, андай шығармашылықты біраз нетеді, ашатын нәрсе. Бұл жерде изобретениені қалайды ғой енді жасаған. Сондықтан сондай нәрсе бар. Енді бұлар мұсылман болмаса да істеп жатыр енді. Не үшін? Мына дүниенің несіне, мақсатына, жаңа жетістігіне жету үшін. Мұсылмандар тем более сол керек қой енді. Сол. Табиғатта мында осындай бір қалай? сіз айтып кеттіңіз ғой. Мгм. Бір сұрақ келді жақсы. Сол Мгм. бір әйел адам күйеуі жаңағы көре әйелмен кетеді. Мгм. Еркек босаққа баратын болса әйелі. Пусть не переживает. Ой, Аллай. Табылады, нормальный жігіттер табылады. Ой, Аллай. Мариям анамыз, Хазіреті Мариям алейхиссалам, Хазіреті Иса алейхиссаламның анасы. Енді күйеусіз өтті ғой, жалғыз жүрмейді ғой. Ол адамзаттың ең бетке ұстар 5-10 әйелдің қатарына кіретін кісі. Ең қайырлы әйелдердің бірі. Ол да тұрмысқа шығады. Алла жазсын. Сондықтан жұмақ жақсы шешіп алайықшы көрейікші. Ол жақта барлығы болады иншалла. Главное, ол жақты нормально жүргізіп алайық. Еркектерге де сондай нәрсе. Осы жақты шешіп алайықшы. Ол жақта нормально болады барлығы. Не переживайте. Иншалла кіріп алғаннан кейін шай ішіп отырып бір өзі айтып отырамыз. Мына эфирде мынандай бір сұрақ болып еді, помнишь? Алла жазсын. Жақсы, рахмет. Үлкен алла разы болсын. Жақсы, рахмет. Пайдалы болған шығар. Иншалла. Эфир бұйырса сақталады. Екеуі де сақтала ма сонда? Или бұл бір эфир болып санала ма? Бір эфир тоқталмады. Хорошо, мен де сілақты жүрдік. Жақсы. Жақсы онда. Ассалаумағалейкум. Алейкум.